Бәріңізге қайырлы күн. Дәмі аузыңыздан кетпейтін хит салаттардың бірі Цезарь салатын дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен тегін рецептімен көптеп бөлісетін боламын. Ең алдымен майонезімізді салып ыдысымызға. Үстіне 2 тісше чеснокты, яғни сарымсақты салатын боламыз. Үккіштің көмегімен өткізіп аламыз. Үстіне аздап тұз саламыз, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Бұл бізде салаттың соусы деп аталады. Енді бізге 3 дана жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқамызды алдымен осы видеода көрсетілгендей турап аламыз. Жұмыртқа өте кішкентай бөдененің жұмыртқасы болса да болады, немесе осындай ірі жұмыртқа болса да бола береді. Содан кейін алдын ала суға пісіріп алған тауық етін көрсетілгендей жіңішке етіп турап шығамыз. Немесе дайын түрі тауықтың рулеті, яғни корене рулеті турасаңыз да болады. Өзіңіз қалауыңыз бойынша тауықтың етінде осылай пісіріп салсаңыз да өте дәмді болып шығады. Келесі кезекте бізге қызанақ қажет болады. Осылай үлкен қызанақтарды немесе черри қызанағын қоссаңыздар да болады. Черри қызанағы жоқ болса, осындай үлкен қызанақтарды қолдана береміз. Әдемілеп турап, үстіне қоятын боламыз. Алдын ала барлығын дайындап қоямыз. Енді бізге осындай пекин капустасы қажет болады. Қатты жақтарын алып тастаймыз. Осындай жұмсақ жерлерін үлкендеу, кеңдеу ыдысқа араластыратын. Қолымызбен бөліп саламыз. Бұл жерде мен 1 дана пекин капустасын қолдандым. 2 тарелка шығады бізде. Өзіңіз қалауыңызша көбейте бересіздер. Енді үстіне тауық етін саламыз туралған. Үстіне енді соусымызды салатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Алдын ала тарелкамызды дайындап қойып, тарелкамызға саламыз. Қалған қызанақ және жұмыртқа, сухарики қажет болады бізге қазір. Қалған заттарымызды үстіне қойып шығатын боламыз. Бізге сухарики қажет болады. Дүкендегі дайын сухарикиді салсаңыздар болады, немесе нанды немесе батон нанын 4 пішіліп турап пешке пісіріп алсаңыздар да болады. Және сухарикиді қыздар біз дастарханға қоятын кезде салаттың үстіне қойсақ, ол жұмсармай өзінің қытырлақ күйін сақтап тұратын болады. Сондықтан да дастарханға қоятын кезде сухарикилердің ең соңында қойсаңыздар болады. Бетіне осылай жұмыртқаларын қойып шықтық. Содан кейін қызанақты салатын боламыз. Өте дәмді салаттардың бірі, дастарханға қойған кезде толықтай желініп қалатын дәмді салаттардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен тегін рецепттермен бөлісетін боламын. Бізге сыр қажет болады. Алдын ала үккіштен өткізіп аламыз. Үстіне енді осылай сырды сеуіп шығатын боламыз. Өте дәмді салаттардың бірі. Бізде 2 тарелка салат шықты. Жасап көріңіздер.